Достар, бүгін мен сіздерге вафлидің рецептісімен бөлісемін. Лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Бұл вафлилерді біз бала кезімізден жеп келе жатырмыз. Өте қатты жақсы көретін қытырлақ вафлидің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге 150 грамм сары май керек. Оны мен микроволновкада ертіп алдым. Және де үстінен 120 грамм қантты қосып, екеуін жақсылап тұрып миксерлеп алдым. Миксерлеп болғаннан кейін үстінен 2 жұмыртқаңызды саласызда, жарты шай қасық тұз қосып, барлығын тағы да жақсылап араластырып аласыздар. Енді үккіштен өткізілген 150 грамм ұнды қосып, тағы да барлығын жақсылап миксерлейсіздер. Мінекей қамыр дайын болды. Енді вафельницаның екі шетінде жақсылап майлап аласыздар. Бір ас қасық қамырды салып, піскенше жауып бетін ұстап тұрасыздар.